Сәлеметсіздер ме? Қанапина Беғынша Төлеухан қызы, қазіргі қазақ тілінің негіздері пәні, тақырыбы жазу және оның даму кезеңдері. Жоспары: жазудың шығуы мен дамуы, пиктографиялық жазу, идеографиялық жазу, буын және әріп жазуы. Тіл өзінің қатынас құралы болу қызметін ауызша түрде де, жазбаша түрде де атқара алады. Дыбыстық тіл жазу арқылы таңбаланады. Соның нәтижесінде оның қатынас құралы ретінде қолдану шеңбері кеңейеді. Жазу, жазба тіл адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, өмірдің барлық саласында кең түрде қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін құрал. Жазба тіл адамзаттың сонау көне дәуірінен бастап, осы заманға дейінгі ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласында жасаған байлығын сақтауына және оны жетілдіруге мүмкіндік берді. Қазақ жазба тілі қазақ әдеби тілінің негізгі саласы ретінде қазақ халқының қоғамдық, әлеуметтік, саяси, экономикалық жағдайына, мәдени, рухани өміріне байланысты ерекшеліктерін, дәстүрін сақтай отырып қалыптасқан. Жазудың жүйесі таңбалардың жиынтығынан құралады. Ол таңбалар бүтіндей сөзді не ызыңды немесе дыбысты белгілейді. Әрбір сөздің жазбаша таңбалық графикалық формасы, белгілі бір мағынасы болады. Жазу адамның ой-пікірін, сөзін қашыққа және ұзақ замандарға жеткізетін материалдық сызба таңбалардың жүйесі. Жазу жүйесіндегі таңбалардың не бүтіндей хабарды, не жеке сөзді, не дыбысты белгілеуіне қарай жазу мынадай түрлерге бөлінеді: пиктографиялық жазу, идеографиялық жазу, буын жазуы, әріптік немесе дыбыстық жазу. Пиктографиялық жазу бұл жазудың ең алғашқы түрі. Пиктографиялық жазу суретке негізделген жазу, сондықтан оны кейде сурет жазуы деп те атайды. Пиктографиялық жазудың таңбалары пиктограммалар деп аталады. Пиктографиялық жазуға таңба ретінде адамның, қайықтың, малдың, тоғайдың, тағы басқа суреттер қолданылған. Адамдар басқа біреулерге нені хабарлап білдіргісі келсе, соның суретін салған. Мысалы, мен аң аулауға кеттім дегенді білдіру үшін адамның суретіне қатарластырылып тоғайдың және аңның суреті салынған. Алғашында өнер мен жазу бір-бірінен ажырамай синкретикалық қалыпта болды. Суретті синкретикалық жазу шығу тек жағынан ең алғашқы көне өнерге, сурет өнеріне барып тіреледі. Пиктографиялық жазудың тұңғыш рет шыққан мерзімі ең алғашқы сурет өнерінде әртүрлі суреттерді бейнелеу қызметінен бірдеме жайында хабарлау қызметіне ауысу кезінен басталады. Демек, пиктографиялық жазу ең алғашқы суретті жазудың таңбалары пиктограммаларға айналу кезінен басталады. Мұның өзі өте көне дәуірге барып тіреледі. Пиктографиялық жазудың біртіндеп даму барысында идеографиялық жазу пайда болды. Идеографиялық жазудың таңбалары идеограммалар деп аталады. Пиктографиядан идеографияға көшу өте баяу болды. Және пиктограммалардан пайда болған идеограммалардың алғашында пәлендей айырмашылығы да болмады. Идеографияның пиктографиядан ең басты айырмашылығы таңбалардың формасында емес, олардың мағынасында. Идеографиялық жазудағы графикалық таңбалар цифрлар тәрізді, олар сөздің дыбысталуынан емес, мағынасын білдіреді. Жазудың идеографиялық принципін қазіргі тілдердегі сандардың таңбаларынан да көруге болады. Жазудың даму барысында буын жазуы пайда болды. Жазудың буын жүйесінде таңба буынды белгілейді. Жазудың буын жүйесі шығу тегі мен таңбалардың фонетикалық мағынасы жағынан бірнеше түрге бөлінеді. Таңбалардың фонетикалық мағынасы жағынан буын жазуын негізгі үш түрге бөліп қарауға болады. Бірінші түрі ассиро-вавилон, элам сына жазулары. Буын жазуының екінші түріне крит мекен буын жазуы. Буын жазуының үшінші түріне үнді жазуының әртүрлі жүйелері енеді.
әріп жазуы буын жүйелі жазудан кейін пайда болды. Әріп жазуының пайда болуының дүниежүзілік мәдениеттің дамуы үшін үлкен маңызды болды. Жазу жүйелерінің ішінде әріп жазуы ең қолайлы жазу. Әр түрлі тілдерде буын саны мен сөздің санынан дыбыстың саны әлдеқайда аз. Осыған орай дыбыстарды таңбалау үшін әдетте 20-дан 40-қа дейінгі таңба санының өзі жеткілікті болады. Әріп жазуындағы таңбалардың мұндай шағын мөлшері жазуды меңгеруді, сауаттылыққа үйретуді жеңілдетеді. Әріп жазуы сөздерді ғана емес, сонымен бірге олардың дыбыстық жағы мен грамматикалық формаларында дәлме-дәл белгілеу үшін өте қолайлы жазу. Жазудың шығуының және оның біртіндеп дамып осы күнгі дәрежеге жетуінің ұзақ тарихы бар. Әр түрлі жазу жүйелерінің ішінде әріп жазу жүйесі жеңіл және өте қолайлы. Жазулар таңбалардың орналасу бағытына қарай да бір-бірінен ажыратылады. Қытай жазуындағы идеограммалар жоғарыдан төмен қарай орналасады.